Медетбек Темірхан 1945 жылы 6 наурызда Амангелді атындағы колхозда Түркістан ауданы оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Ол орта мектепті Түркістан қаласында бітіргеннен кейін 2 жылға жуық туған ауылында колхозшы, сонан кейін 1 жылдай аудандық газетте корректор болып жұмыс істеген. Алматыдағы Абай атындағы институттың филология факультетінде оқыған. Республикалық телевидениеде қатардағы редактор болған. 70 жылдардың басында Маңғыстаудағы бірқатар геологиялық барлау экспедицияларында жұмысшы болып, 1973 жылы Маңғыстау облысы ашылғаннан кейін облыстық газетте әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі міндетін атқарушы болып жұмыс істеген. Республикамыз тәуелсіздік алар алдындағы тұста, яғни 1990 жылы, сондай-ақ тәуелсіздік алғаннан кейінгі алғашқы кезеңде Республикалық Егемен Қазақстан газетінің Маңғыстау облысындағы меншікті тілшісі, сонан кейін Маңғыстау облыстық радио және телевидение комитетінің төрағасы қызметтерін атқарған. Медетбек Темірхан 1996 жылы Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының екінші хатшысы болып сайланды. Ол 2003 жылы Республикалық Ақиқат қоғамдық саяси журналының бас редакторы, ал 2006 жылы Республикалық Жұлдыз әдеби көркем журналының бас редакторы болып тағайындалды. Медетбек Темірхан көптеген кітаптардың авторы. Оның «Жанымның жапырақтары», «Сапар алдында», «Алыс шақырымдар», «Мәртебе», «Әуедегі толқындар», «Сырым бар саған айтатын», «Тағдырлы жылдар» жырлары, «Көк түріктер сарыны» жыр жинақтары мен «Менің абайым», «Баба дәстүрдің мұрагері кім», «8 қырлы 80 сырлы әлем» атты сан кітаптары жарық көрген. Өлеңдері қырғыз, өзбек, украин, орыс, қытай, татар тілдеріне аударылған. Ол Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының, сондай-ақ Қазақстан Жазушылар одағының лауреаты.